мен мына жерде жаңағыдай не жасау, шантаж жасауға келген жоқпын. Әңгіме жоқ та. Қызметтесіз. Түсінемін да. Енді сіз мынаны мысалға да қосып қою қиын ба? Мен үшін қиын емес. Қиын емес, иә? Енді халықтың қауіпсіздігін ойласаңыз, қосып қойшы. Қазір қосып қойшы. Қазір қосып қойшы мені. Мені халық білсін қосып қойғаныңды. Қосып қойшы. Бұл қосып қойсаң, мына жақтан 150 мен жатқан машин 110-ға түсіреді, өтіп кетеді, дәл 150-ге шығады. Мейлі. Енді сен де білесің ғой оны әңгіме жоқ, білесің. Ол любой адам солай жасайды, мен де солай жасаймын. Енді қауіпсіздікті сен өзі үшін 110 мен 100 мен жүрмейді, не үшін? Жоқ, қауіпсіздікті сен сақтау үшін деп отырсың ғой, мысалға, тоқтату үшін деп отырсың. Енді қосып қойсайшы, сен милиция екенін білсін да. Білмейді ғой қазір сен. Жоқ, білмейді. Освещение бар. Біз тас қараңғыда сөйт бәрін. Жоқ, мен бір скорость атсақ түсінемін да. Жоқ. Видеоға түсіп. Мен неге мына автокөлік вообще көрінбейді? Жоқ, иә. Мен мына шетке келгеннен кейін, иә, мынау милиция ғой деп мен сізді мен машинада ойладым. Сіз мән бермегенсіз ғой. Жоқ, мына білмейді мен. Солға қарап келе жатқан адам, қарсы бағытқа қарап жатқан, өз полосасына қарап келе жатқан адам білмейді. Мына білмейді, мына кәдімгі машина сияқты. Ананы қосып қойыңыз, пожалуйста, білем. Милиция екен білем мен. Қосқанмен Ахмет оның пайдасы болмай тұр. Онда алып тастаңыз онда, пайдасы жоқ та. Жол көлік оқиғасының өзінде біздің талай кебешеліктен встречка өткен. 80-90 мен өтеді. Мейлі. Мынау қажет емес па сізге? Қажет емес болса біз салып қойыңызшы. Қажет емес деген жоқ. Енді сіз жақпай отырсыз ғой. Жағып қою керек деп бізге ешқандай жерде заңда көрсетілмеген, Ахмет, түсінесіз ба? Жоқ, онда не үшін қосады ма? Не үшін қойды? Мынаны өкімет не үшін қойды? Қандай уақытта қосатынын мен сізге түсіндіріп айтып тұрмын. Жоқ, әшейін или мына көшеде сондай кезде ғана қосамын ба? Вызовқа асығып бара жатқан кезде қосады. Сол кезде міндетті түрде біз қосу керекпіз. Ал былай қосып жүру керек. Мына жерден қосылмай кетіп жатыр. Бұл да уже заң бойынша жазылмаған, қосып жүру керек обязательно деген. Ешқандай жерде заң деген білмеймін. Қалай істесең де, мысалға да біздің халықтың мысалға жағдайын ойлайтын ештеңе жоқ қой. Мысалға бізде қауіпсіздік үшін дейді да, мына қауіпсіздік үшін. Мейлі біз мынаны сіз жақып қоятын болсаңыз, біз сәл де болсын қысатын жақты қысамыз. Жоқ, Ахмет, қысатын жақты қысамыз, әңгіме жоқ та. Қысасыз ғой, әңгіме жоқ та. Қысасыз буквально осыдан 100 метр дейін осы мигалкке 100 метр өткеннен кейін өтіп кеткеннен кейін сіз қыспайсыз ғой, дұрыс па? Сіз ладно қысарсыз, әңгіме жоқ. Сіз бірақ барлық водитель бірдей емес қой. Соны сіз солай деп ойлап отырсыз ғой, мысалға да. Жоқ, солай емес, ол практикада дәлелденген ол. Ол менің ойым, либо қасымда напарникна қызметкердің ойы емес, ол практикада солай дәлелденген. Мен сізге пример ретінде міндетті түрде жасалды. Сіз қайда? Қақта? Тағы болмайсыз ба? Қазір сізді пышақтап кетсем, атып кетсем, кім дәлелдейді оны? Жоқ, екі адам қосып болмай ма, екі адам? Білмейді ғой, мысалы, мен сіздің тонап кетсем не істейді? Таппай қалады ғой? Мен агентіп қалсам. Мен қалай тонайсыз? Агентіп қалсам да, мысалға. Кибершериф түсіріп тұр ғой қазір, дана біреуін фиксация. Кибершериф видео жүріп жатыр. Онда ана төбесінен қосып қойыңыз. Керек жауабыңызды алдыңыз ба? Алған жоқпын мен, қанағаттанып отқан жоқпын. Мынаны қосқызайын, сосын кетемін. Мен қосқым келмейді шығар. Қосыңыз. Заңда көрсетілмеген ғой, не үшін қосу керекпіз біз? Сіз менің өтінішімді қабылдамайсыз ба? Мен қалып болып сізден өтініш жасайын. Мынаны қосып қойыңызшы, менің қауіпсіздігім үшін. Қоса аласыз ба? Сіз сонда осыны қосып қойсақ, мен кетемін. Қауіпсіз боламыз. Біз сізге сеніп, қауіпсіздікті сақтаймыз. Хорошо, қосып жүреміз. Қосыңыз, қазір қосыңызшы. Жоқ, мен қосып жүремін. Болды ма? Қосыңыз, мен кетемін. Қоспай кетпеймін мен. Өйткені миллион адам өтіп жатқан жоқ па? Білсін да мына жерде. Жалпы вообще келген кезде маған жаңа 60 сондай сұрақпен келдіңіз да, сіз вообще мақсатыңыз қандай? Сіз видеоға түсіру мақсатыңыз қандай жалпы? Соны түсіндіріңізші маған, мен сізге жауап беруге. Мысалға, мынаны не үшін қоспайды? Мен көкейімдегі зат. Мен қосқым келмейді, қосып жүргім. Қосқым келмейді, қоса алмаймын. Заңда жазылмаған.